Қайырлы күн, құрметті Дарынды онлайнның оқырмандары. Бүгінгі видеомыз сіздерге арналады. Бұл жерде біз бизнес идеяны қалай табу керек, оны қалай масштабтау керек, және де ақшаны қалай үнемдеп, өзіңіздің идеяңызды тексеруге болады. Сол жайлы айтатын боламыз. Олай болса, ыңғайлап отырыңыздар, кеттік. Ең бірінші идеяны ойлап табу. Кез келген адамға басына қандай да бір идея келеді, осылай бизнес жасасам, немесе осындай бір нәрсені ойлап тапсам деген секілді. Сол идеяны ойлап табу ол бірінші кезекте тұрады. Ол үшін сіз өте көптеген технологиялар бар. Біздің осы идеяны қалай табу керек деген видеоны көріңіз. Екінші этапта ол сіз сол идеяңызды жүзеге асыратын адамдарды іздеу керексіз. Былайша айтқанда біз оны HR деп атаймыз. Human Research. Сізге сол идеяны соңына дейін жеткізіп, ол ісіңізге әр адам өзінің орнында отыру керек. Сол ісіңізді дұрыс жүргізетін адамды таба білу керексіз. Егер сіз өзіңіздің идеяңызды жақсы соңына дейін атқаратын адам тапсаңыз, ол уже жеңістің 50%. Ал егер де адам табуға мүмкіндігіңіз болмаса, онда өзіңіз барлық істі алдымен атқарып көресіз. Үшінші кезекте ол бізде маркетинг. Көп адам қандай да бір идеяны тапқаннан кейін соны бірден өндіріске жібереді, ал оны өндірістен бұрын сіз оны маркетингін ойластырып, елдерге бірінші өнімді шығармас бұрын ұсынып көру керексіз. Мүмкін ол шынымен ешкімге керегі жоқ идея шығар. Ал мүмкін ол шынымен егер де сіз маркетингтік тексеріс кезінде елдің барлығына қызық болатын болса, онда оны істеу керек деген сізде тұжырымға әкеледі. Бұл маркетингта көбінесе сіз оны Инстаграмға алдын ала елдерге түсініп көру, немесе таргет жіберу арқылы бұның алдын ала сатылым жасап көруін барлығын ойластыру керексіз. Көп адамдар бірінші өнімді шығармай тұрып алдын ала сатады, содан кейін барып қана өнім шығарады. Бұл жақсы стратегия. Келесі осы маркетингті жасап, өніміңіз спроста бар екенін тексергеннен кейін сіз төртінші финансын есептеу керексіз. Сізге бұл іспен айналысу шынымен пайдалы ма, пайдасыз ба, қанша ақша керек, қанша адам жұмыс жасайды, олардың зарплаталары қанша болады, сіз оны қанша теңгеге сатасыз, сатқаннан кейінгі маржа деп аталады, сізге өзіңізге қалатын таза пайда қанша, сіз сол таза пайдаға көңіліңіз тола ма? Сол сұрақтың барлығын сіз алдын ала есептеп алу керексіз. Егер де барлығы окей, сізге барлығы ұнап, финансалық жағынан тұрақты болып тұрса, онда сіз келесі 5-ші этапқа өтесіз, ол өнімді шығару, өнімді өндіру. Яғни қараңыздар, біз 5-ші этапта бірақ өнімді өндірдік. Көп адамдар идея табады, бірден өнімді өндіріп жібереді, шығарып жібереді, содан кейін ол заттардың барлығын сатамай отырады. Кейбір адамдар бар, мысалы, кітап шығарам дейді, оны спрос бар жоғын білмей, 1000 дана кітап шығарып алады, содан кейін сол кітабын барлығын сатамай отырады. Ал егер де сіз кітапты шығармас бұрын оны маркетинг жағынан тексеріп алатын болсаңыз, одан кейін қаржысын есептеп, одан кейін өнімді кітапты шығаратын болсаңыз, сол кезде сіз жеңіске жететін едіңіз. Сондықтан осы өнімді шығару ең соңғы этап болады. Енді қараңыз, бизнесті масштабтау деп айттым ғой, бизнесті масштабтау үшін сізге осы өнімді шығарғаннан кейін соның сапасын бақылау керек. Біздің 6-шы этап ол сапаны бақылау, яғни сіздің өніміңіздің одан да ары қарай пайдалы, өнімді, ол адам эффективті, мысалы, барлығын сіз контроль жасап, өзіңіздің өніміңіздің, командаңыздың сапасын ұлғайтасыз. Сол арқылы сіз 7-ші этап, ең соңғы этап, ол PR деп аталады. Елдің барлығына сіз осы өніміңіздің бар екенін айқайлап тұрып айта берсеңіз болады. Көбінде PR-дың элементтері, ол мысалы франшиза арқылы өзіңіздің өніміңізді барлық Қазақстанға, барлық әлемге таратуға болады. Немесе әрбір аудандарда өзіңіздің жеке точкаларыңызды ашып, сол арқылы өніміңізді сатсаңыз болады. Яғни ең соңғы этап осы PR. PR мен маркетингті шатастыра алмайық, екеуі екі бөлек нәрсе. Маркетинг ол 1 теңгеден 10 теңге жасау, ал PR деген ол 1 теңге арқылы, 1 теңге салуға болмайды, 10 теңге салу арқылы, бірақ 100 теңге әкелетіндей өнім жасау. Жалпы осы сіздерге видео пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі видеода көріскенше.